имам айтады, жамағат әминді іштен айтайық дейді. Олар тыңдамайды. Сонымен имам әминді айттырмауға тырысады. Сөйтеді де кейбір жерлерде көрдім осы нәрсені, өкінішке қарай. Уаладдаллин инна атинакал кәусар деген сияқты мысалы. Анау тоқтамағаннан кейін әминді айтпасын, айта алмайды деп ойлайды. Сөйтіп уаладдаллин инна деп жатқан кезде анау бауырларымыз да дайын тұрады. Сөйтеді да өкінішке қарай осындай нәрсе кейбір мешіттерде көрдім, осындай көріністі. Аналарда әмин деп бірден сондай бір тез көріспен айтып қалу үлгереді. Имам айтқызбауға тырысады. Сөйтіп, негізі Фатиха деген Алла тағала хадис құдсиде айтады ғой. Мен намазды пендеммен өзімнің арамда бөлдім. Егер пендем альхамдулиллахи раббил аламин десе, мен пендем мені мақтады деп айтамын. Деп Алла тағала өзімен пенденің арасында бөлген, яғни сондай бір сауапқа кенелетін нәрсені, өкінішке қарай құлшылықты біз неге айналдырып жібердік? Сондай бір ерегісетін факторға айналдырып жібердік. Негізі қарайтын болсаң, имамныңкі де дұрыс емес, жамағаттыңкі де дұрыс емес. Екеуінікі де дұрыс емес. Неге? Өйткені екеуі бір-біріне солай ерегіседі. Яғни ниеті ерегісу болады. Мысалы, кейбір өңірлерде болған кезде имам кішкене нейтральный уағыздар айтып жүрсе, біздің бауырларымыз үндемей жүреді. Бір күні келіп уағызында соларға тиіссе, олар знак протеста дейді ғой, былайша айтқанда протест ретінде амин деп айқайлайды. Негізі дұрыс па осы нәрсе? Дұрыс емес. Неге? Өйткені құлшылық Алла разылығы үшін болу керек. Құлшылық Алла разылығы үшін болу керек, ниетің Алла разылығы үшін болуы керек. Егер басқа жат ниетті қосатын болсаң, ол Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, кімде-кім Алламен қауышуды қаласа, ізгі амал жасасын, және құлшылығында Алла тағалаға еш нәрсені серік етпесін дейді. Енді сен имаммен ерегісу ниетің ол жат ниет. Ол Алла разылығы үшін болып жатқан нәрсе емес. Сол үшін де олай істеу дұрыс емес. Және имамның да жамағатқа айттырмайын деп бағанағы уаладдаллин инна атойна, енді иннада ол жерде хамза түсіп қалмайды ғой. Сол үшін ал енді хамза түсіп қалатын жерде қалай қылады? Уаладдаллин ал-қариату мал-қариа мысалы да. Ол жерде амин деген сөз бар. Ол амин деген сүннет. Аминді айту сүннет, іштен айту. Оны тастап басқалар аминді айтпау үшін жария, ондай әрекетке бару негізі дұрыс емес. Негізі осындай дүниелер намаздан хушуқты да кетіреді, адамдардың ойын да бұзады. Сол үшін де жалпы мешітте жамағат имамға бағынып тұрса, тыныш намазын оқыса, бәрі одан әдемісі жоқ.